Сәлеметсіз ме, құрметті 4-ші сыныптың оқушылары. Сіздерді келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сиыр жылы отбасыңызға бақыт, береке әкелсін. Біз бүгін сабағымызды бастаймыз. Математика пәні. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шамалар арасындағы тәуелділікке есептер шығару. Дөңгелек диаграмма. Бірінші тапсырмаға қараймыз, оқушылар. Есептерді шешеміз және өсу ретімен орналастырамыз. Мақал шығады. Келесі екінші тапсырмаға қараймыз, өрнектейміз. Бірінші секундпен өрнектеу. 1 минутта 60 секунд бар. Ал 3 минутта 180 секунд бар, балалар. Соған 10 секундты қосамыз. Енді келесі минутпен өрнектеу. Сосын миллиграммен өрнектеу. 1 грамда 1000 миллиграм бар. Демек 5 грамда 5000 миллиграм және соған 30-ды қосамыз. Келесі тапсырмаға қараймыз, балалар. Есептерді шығарамыз. Есеп шығаруға пайдаланған формулаларды жазамыз. Біріншісіне қарайық. Бізде жылдамдық белгілі 60 км/сағат. Қашықтық белгілі 600 км. Бізге уақытты табу керек. Уақытты табу үшін қашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Екіншісінде жылдамдық белгілі, мұнда да 50 км, уақыт белгілі. Енді қашықтық табу керек. Қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Келесі үшіншісі уақыт белгілі, қашықтық белгілі, жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін қашықтықты уақытқа бөлеміз. Сонда мұнда жылдамдық 70 км/сағат. Оқушылар, олай болса 4-ші тапсырмаға қараймыз. Диаграммалар қараймыз және сұрақтарға жауап береміз. Диаграмманың әуелі түстеріне қарап алайық. Біздерге әртүрлі түс берген және оның астына анықтама жазып кеткен. Мысалы, сары түс ашық күнді білдіреді. Ашық көк болса, бұл қарлы күн дегенді білдіреді. Енді қараймыз, балалар. Бізге бірінші сұрақ былай дейді. Бір жыл ішінде қандай күндер бәрінен көбірек болады? Яғни бізде түсте сары түс көп. Демек, ашық күндер көп. Екінші әсі. Бір жылдағы жалпы күн санының қандай бөлігі ашық күндер? Демек, балаларына диаграммаға мұқият қараймыз. Бізде бір жылда 365-366 күн болса, соның тең жартысы ашық күндер. Шамамен бұл 180 немесе 185 күн. Келесі тағы да астына суреттеріне қарап отырып, бұлтты күндерді және қарлы күндерді анықтаймыз. Бұл шамамен берілген, оқушылар. Келесі Б-сының сұрағына қарайық. Жылына шамамен қанша күн бұлтты болады? Шамамен 80-90 күн. Бұл сызбада 80-90 күнді табу үшін, яғни диаграмманың 4/1 бөлігі. Ширектің 4/1 бөлігі демек. Сонда 360-тың 4/1 бөлігі шамамен 90 күн. 90 немесе 90-нан көп болады. Келесі сұрақ. Міне, жаңбырлы күн шамамен 40-45 күн. Жақсы, 5-ші тапсырмаға қарайық, оқушылар. Бұнда да диаграмма берген. Диаграмманы сызып, мәліметтерді жазып аламыз және есептерді шығарамыз. Мұнда да жаңағы ауа райы сияқты диаграммада мысалы жасыл түс көп, қоңыр түс бар, сосын сары түс бар және көк түс бар. Есептерді шығарамыз. Сонда сүт өнімдер жартысы, яғни 60 литр, ал басқа өнімдер 60-тың 4/1 бөлігі. Демек, олар 15 литрден. Айран мысалға. 6-шы есепті шығарамыз. Күрделі есеп. Бақшаның пішіні тіктөртбұрыш тәрізді. Оның ұзындығы 240 метр, ал ені 4 есе кіші. Бақшаның барлық ауданының 4/1 бөлігіне қызанақ, жартысына картоп, қалған 4/1 бөлігіне қияр отырғызылды. Әрбір көкөніс қандай ауданды алып жатыр? Ол үшін, балалар, біз жаңағы тіктөртбұрыштың ауданын тауып аламыз. Тіктөртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейтеміз. Бізге ұзындығы белгілі, ені ұзындығынан 4 есе кем. Демек, 240-тың 4/1 бөлігі 60 метр. Ұзындығы 240 метр,
ені 60 метр. Ауданын тауып аламыз әуелі. Ауданын табу үшін көбейтеміз. Сонда барлық ауданы 14.400 метрді алып жатыр. Енді бізге 4-тен 1 бөлігін қызанақ алып жатыр дейді. Демек 4-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. Бұл 3600 метр. Ал енді жартысы картоп. 14400-дің жартысын табамыз және қалған 4-тен 1 бөлігі қияр. Сонда бізге балалар жауабы қызанақ 3600 метр, картоп 7200 метр жерді алып жатыр және қияр 3600 метр жерді алып жатыр. Есепті жазып алайық балалар. Келесі 8-ші тапсырма бұл бағасы саны құнына берілген есептер. Бағасын табу үшін құнын санына бөлеміз, санын табу үшін құнын бағасына бөлеміз, ал құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Келесі 9-шы есеп, бұл да күрделі есеп. Тіктөртбұрыш пішінді бақшаның ұзындығы белгілі, ені белгілі. Бірінші ауданын тауып аламыз. Осы бақшаның 10-нан 1 бөлігіне сәбіз, қалған бөлігіне орам жапырақ пен қызылша отырғызылды. Егер қызылша 900 квадрат метр болса, орам жапырақ қандай жерді алып жатыр? Ол үшін жаңа айтып өткендей балалар, бұл ауданы 2160 метр, сәбіз 216 метр жерді алып жатыр. Енді сол ауданнан барлығын азайтамыз. Сәбіз бен қызылшаны қосамыз. Қызылша бұл 900 метр квадрат. Сонда орам жапырақ шығады балалар. Есепті жазып аламыз балалар. Сау болыңыздар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар және қасындағы колокольчикті де басып қойыңыздар.